Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналында күнделікті қарапайым әрі оңай рецепттер болып тұрады. Тіркеліп алып қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, менің видеомды ең алғашқылардың бірі болып көре аласыз. Мен сіздерге өзім жасап жүрген гуляш тағамының жасалу жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріп, сұрақтарыңыз бен пікірлеріңіз болса, комментария бөліміне қалдырып кетсеңіз болады. Бұл тағамды үйде жиі жасаймын, барлығына қатты ұнайды. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Алдымен тапаны қыздырып, май құямыз. Қажетті заттарды астына описание бөліміне жазып қоятын боламын. Кез келген малдың етін қолданса болады. Мен жылқының етін қолдандым, сондықтан ұзағырақ қайнаттым. Етті жақсылап қызартып қуырып болған соң, үстіне пияз салып, оны да қызартып қуырамыз. Одан соң сәбізді, болгар бұрышын, қызанақты барлығын кезекпен салып қуырамыз. Егер көкөністердің витамині өз бойында қалсын десеңіз, көп қуырудың қажеті жоқ. Мен дәмдеуіштерден қызыл бұрыш, чеснок, зіра, кориандр қостым. Өз қалауларыңыз бойынша қоса берсеңіздер болады. Осы қуырып жатқан кезде 2 ас қасық ұн және 1 ас қасық соя соусын қосып жібердім. Барлығын қуырып болған соң, батып тұратындай етіп, су құямыз. Оттың астын жай басып, еті піскенше қайнатамыз. Ал енді гарнирін жасаймыз. Мен гарнирге күрішті қолдандым. Күрішті жақсылап тазалап алып, тұзын қосып, майын салып, суын бетінен сәл асырып құйып, отқа қоямыз. Жақсылап таза пісіп шығу үшін, пісуге жақын қалғанда бір қозғап, палауды бастырғандай бастырып қоямыз. Сонда күрішіміз шашырап әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Видео пайдалы болды деген сенімдемін. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Қандай тағам түрлерін жасағанымды қалайсыздар, комментарий бөліміне қалдырып кетсеңіздер болады. Тіркеліп алсаңыздар, алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісіп тұрамын.